Банағы ПИК я болмаса КСК, тілімізге ыңғайлы КСК қой, елдің құлағына жағымды КСК. Құрылған кезде заң ретінде бұл қоғамдық бірлестік болып бекітілді. Қоғамдық бірлестік деген банағы пәтер иелері өздері жиналады да, сол КСК-ның басшысын тағайындайды, соған жауапкершіліктің бәрін мойнына арттырады. Сонымен шаруа бітеді. Мысалы, қазір қалада көп қабатты, көп пәтерлі үйлердің санын алатын болсақ, 2200. Ал құрылған КСК-ның санын алатын болсақ, 208. Бұлай қарағанда бәрі ретімен сияқты. Бәрі дұрыс болу керек. Елдің мысалы пікірі баянды болу керек. Бірақ өмір басқаша көрсетіп тұрды. Неліктен? Орта есеппен алғанда КСК-ның басшысының жалақы 70-80 мың теңге. Бұлай айтқанда алып бара жатқан айлығы жоқ сияқты. Бірақ жиналып жатқан ақшаны ешкім қадағалап жатқан жоқ. Бір жағынан оны жиналып жатқан қаражатты ешкім қадағалап жатқан жоқ. Тиімді пайдаланып жатыр ма, пайдаланбай жатыр ма, оны да ешкім қадағалап жатқан жоқ. Сондықтан олардың жалақысы 70-80 мың деп айта алмаймын. Дәлелдейін. Мысалы, көп қабатты банағы айтқан үйде орта есеппен 150 пәтер. Сол 150 пәтерде, мысалы, бір шаршы метрге 90 теңге дейік, орта есеппен. Олан 150 мың болу мүмкін, 200 мың теңге болу мүмкін. Бірақ орта есеппен 200 болды, 90 теңге дейік. Енді әрбір пәтердің шаршы метрі ерекше ғой енді. Орта есеппен 10-да 70 деп алайық. 70 деп алатын болсақ, 150 пәтер 70 шаршы метрден, әрбір шаршы метрге 90 теңгеден жинайды десек, орта есеппен 6300 теңге жиналады екен. Сонда бір үйден айына 1 миллион теңге жиналады екен. Ал енді 2200 көп қабатты үйге көбейтсеңіз, 2 миллиард теңге. 2 миллиард теңге. Жылына 24 миллиард теңге. Ал ол ақша қайда кетіп жатыр? Кім қадағалап отыр? Кім жауап беріп отыр оған? Заң бойынша әкімшілік қоғамдық бірлестікке жақындауға мүмкіндігі жоқ. Бірақ халық кімге шағымданады? Әкімшілікке. Шарбақ тазаланбайды,